Mehmet Özgür, Elif İskender, Ebru Hilvajoğlu, Deniz Jeliloğlu, Begüm Kütük Başaroğlu, Güneş Hayat, Hülya Gülşen, Elif Sümbül Sert, Alptekin Serdengeçti, Aslı İçözü, Pınar Çağlar Genç Türk, Ege Kökenli, Su Kutlu, Makbule Kurtulayan, Nesli Yılmaz, Sahra Verer, Esra Kılıç, Erol Aydın Nurjan Şerin, Aliye Mutlu, Serkan Bilgi. Balalar rollerinde Melisa Cengiz, Tarık Bayrak, Jeren Arslan, Nihir Çağla Yaşar, Batuhan Sert, Jeren Apaydın, Fehmi Karaaslan, Yeşim Koçak. Bas rejissörü Nilüfer Ayşe Çamur. Бас оператор Вейсель Текшахин. Композитор Айтеки Наташ. Иллюструші продюсер Илкай Доған. Авторы Решат Нури Гүнтекин. Сценарийін жазған Севги Йылмаз. Сүрген Таймс Продакшн. Продюсері Тимур Савджа. Режиссерлер Чаган Ырмак, Доған Үміт Караджа. Бозторғай, 37-ші бөлім. Ынтығып қарағаның, тұнық қара көздерің, тұла бойың тұнған сезім. Әсіресе кірпіктерің, қасымда өзің болмасаң, қара түнек жан жағым. Hayatım kalık benim, aşklarım benim. Не болды? Аяғың ауырып тұр ма? Жоқ, осы халіме риза болып тұрмын. Мен де. Saçların başıma dolan, dudaklarım artık. Қолың бос па? Ne vardı? Не болды? Бірдеңе айтайын деп едім. Иә. Фарида, не болды? Жазаландың ба? Жоқ, Ата-аналар жиналысына бола ма? жоқ. Арифметикадан нашар бағалдың ба? Не болды, Фарида? Айтуға мұрша бермей отырсың ғой. Иә? Ай, сенің де жұмысың қиын. Кітаптарың қандай қалың еді? Не болды, Фарида? Менің жұбым боласың ба? Не? Естідің ғой. Мектепте бейгеші болады. Мені де көрініс көрсететін топқа қосты. Ал мен билей алмаймын. Егер менің жұбым болмасаң, Маридің беті безеу ағасымен жұп болам. Томас па? Беті безеу шығар, бірақ адамгершілігі жоғары жақсы жігіт. Кел, бер кел. Ал, қай әуенмен билейсіңдер, белгілі ме? Belli mi? Saçların başıma dolan, dudaklarım artık. Әсіресе кірпіктерің, қолаң шашың аймаласын жүзімді, басайыншы қан сарыққан шөлімді.
Қызған шақтар үшігүйіп өртенсін. Жүрегімнің бар қалауы өзіңсің. Ай, әлгі қыздың қалай құлпырып келгенін көрсеңдер ғой. Содан көйлегі дар етіп ортасынан жыртылып кетпесі бар ма? Ай, керемет екен. Ой, тоқта. Захара мен Митчо сүйісіпті. Қызды көрсеңдер ғой, 7 қат көктің үстінде қалықтап жүргендей. Керемет сезім екен қыздар. Менің аяғым әлі жерге тиіп тұр. Менікі де. Ту, екеуі екі түрлі сезім ғой. Ерінен сүйген мен алақаннан сүйген бірдей деймісің? Екеуі де ет қой. Оның үстіне жігітке сүйгізу керек. Сүйісудің несі керемет екен соншама? Жұрттың бәрі сүймей ме? Не сонда? Қызды сүйу басқаша, жігітті сүйу басқаша бола ма екен? Сандырақ. Әрине басқаша болады, құрбым. Сен де айтады екенсің. Сонда мен сені сүйген кезде бойың дірете қала ма? Діретпейді әрине. Неменеге діретеді? Әрине діретпейді. Жүйең босап, бойыңды жалын шарпиды. Не сонда? Ел жұрт бір-бірін бойларын жалын шарпысын деп сүйе ме? Фарида, апам бекерге күнде айран көпірткізбейді екен ғой. Жарайды, мен де сендерге күлетін кезгелер. Мейлі мазақ қыла беріңдер. Сен бар да Кемран ағаны сүйші, денеңнің ысынғанын сонда көреміз. Оның не қатысы бар? Ол кербезді шөп желкелер сүйсін. Өтіне, Мари, маған Кемран туралы ондай сөздер айтпаш. Жарайды, болды, неге ашуланасың? Саған кімді сүйсең де бәрібір емес пе? Қыздар, ойлағанның өзінен денем ысып бара жатқан сияқты. Көргенсіз. Оны қайдан шығардың? Өлсем де Кемранды сүймеспін. Оны жек көрем. Ай, менің саған антық боп тұрғаным шамалы, қарай көресің. Соған бола ренжіп қалдың ба? Жарайды, онда былай келісейік. Бір апта ішінде әрқайсымыз бір жігітпен сүйісіп көрейік. Жоқ, мен сүймеймін. Жарайсың. Сен ше, Фарида? Жоқ, Фарида, ондайды ойыңа далма. Жоқ. Кемран, мәссаған не істеп тұрсың? Апамыналар шулап баста ұртты. Сабақ оқи алмай отырмын. Барып тәртіпке салшы. О, тоба, астапыралла. Есіктің сыртынан бізді тыңдаған екенсің ғой. Ол есіме мақтан алмайым. Алайда өмірлік маңызы бар мәселе болса, яғни дәрігерлік тәжірибе үшін білген артық болмайды. Кемран, қандай қуысың? Маған қайдағы жоқты айтып, біртүрлі ақыл айтып кеткенің содан екен ғой. Сен де алданып қалатынсың. Аңғалым менің. Сыртымнан қалай мазақ қылғаныңды кім білсін? Талай күлген шығарсың. Сені қалай мазақ қылғаныңды білсең ғой. Сен сырт көзге өжет боп көрінетінсің. Танитындар да танымайтындар да сені пысық, қу қыз деп ойлайтын. Мен сенің ашық ауыз аңғал екеніңді сол күні түсінгенмін. Фарида, қайырлы таң. Қайырлы таң. Біраз сөйлессек қайтеді. Екеуміз бе? Сөйлесеміз бе? Неге таң қалдың? Мейлі,
Сөйлессек сөйлесейік. Кел. Кел отыр. Саған бірден айтайын. О, Фарида. Фарида. Міне, сен бой жетіп қалдың. Сұлуланып, қызғалдақтай құлпырған бикеш болдың. Мен бе? Сұлумын ба? Кемран, сенің ыстығың көтеріліп тұрған жоқ па? Қылжақ басқасы. Тыңдашы, Фарида. Жалпы, сен секілді бой жеткен қыздар осы жаста қыз бен жігіт арасындағы құпия сезімге қатты үйірсек келеді. Біздің еркектер қауымы деген көрсе қыздар ғой. Сол сұлу қыздардың түбіне жетпей қоймайды. Бізде медицина факультетінде осының бәрін оқытады. Кітаптарда да дәл осылай жазады. Бой жеткен қыздар 12-де бір гүл ашылмай жатып, жел құмар еркектердің кесірінен неше түрлі дертке шалдығатын көрінеді. Құдай сақтасын. Құдай сақтансаң сақтайды. Қайдағы бір еркектердің кесірінен жас өміріңді өкістіп алып жүрме, ұқтың ба? Өмір деген қымбат қой шіркін. Әйелдердің махаббатқа сезімге құштарлығы надандығынан. Я, сауатсыздықтың кесірі, басқа ештеңе дей алмай. Әрине, сенің жағдайың өзгеше. Сен алда жарқын болашақ күтіп тұр. Солай дейсің бе? Айтқаның келсін. Солай әрине. Басқа қыздар секілді қателікке ұрынбай, өз-өзіңді қорғай алсаң керемет. Жоқ, бұл жағынан саған ешкім мәнім жоқ. Біріншіден, сен басқалар секілді сауатсыз емес. Шүкір, көзім ашық. Олай болса келістік, жігіттерден аулақ жүресің. Яғни салауатты өмір салт үшін. Бар бәле сол жігіттерден шығады. Соны білгенің жөн. Пасықтық, айлакерлік, пайда күнемдік, алаяқтық. Ал жұқпалы аурулар, тіпті саған атын атай алмайтын сырқаттар бар. Бір сырқат бар, адамға жақындап кетсең жұғады. Сұмдық енді. Бүгін Лазар ағайға бір қызды алып келіпті. Қолмен көрсетпей-ақ қояйын. Аузы басының бәрі жара болып кеткен. Бір жігітпен сүйіскен көрінеді. Саған осының бәрін айтып отырмын ғой. Негізінде бұл дәрігерлік құпия болуы керек еді. Қыздың аузына шыққан ұшықты көрсең, менің басымдай. Байғұс енді өмір бойы соның зардабын тартады. Аман болса әрине. Кемран. Бейнелеу дегенде пән бола ма екен? Осындайда тапсырма бере ме? О, балалар мен құстар бітіп, енді жеміс жидектермен дос бола бастадың ба? Кемран, маған көмектесесің бе? Мыналармен тіл тапсам деп айта алмаймын. Жоқ. Алмұртпен жақсы тіл табысатыныңа күмән жоқ. Тағысың ау. Кемран, тоқташы. Қалжыңдадым, рас айтам. Ренжімеш, әзіл ғой. Саған көмектесейін, бірақ бір шартым бар. Айтсаң болды. Маған ертең мүжелі тігіншіні шақырып бересің. Жарайды, келістік. Сағат 3-де. Сабағым 2-де бітеді. Бір сағатта шашыңды сәндеп, боянып үлгеретін шығарсың. Мейлі, өзің біл. Жарайды, Кемран, қойшында әзілдедім. Қане көмектеші. Состиып қарап тұрғанша кел, бәлкім бірдеңе үйренерсің. Кел, жақында.
Жақын келсеңші. Қолыңды былай қой, қолымнан ұста. Міне. Әуелі шеңбер сызамыз. Мінекей. Мына нүктені дәл ортасы етіп белгілейік. Шетіне шығып кетпесін. Жарай ма? Міне. Фарида, негізі саған айтпайын дегем. Ертеңге саған тосын сый дайындадым. Бәрібір шыдамай айтып қоясың ғой. Көзіңдегі қуанышты көргенше шыдай алар емеспін. Атастыру рәсіміне киетін көйлегің дайын. Әрине. Мүжген екеуің бірдеңе ойластырғансыңдар ғой. Апаңның ескі көйлегін киесің. Ол қалай сонда? Оны соңғы рет Нәжмия... Жарайды. Жамау жамалғандай боп қалып еді ғой. Қалпына келтіріп әдемілеп жатыр. Бір апта болды тігіншіде. Рас айтасың ба? Қай тігінші жөндеп жатыр? Оны қайтесің? Мүжген реттейді. Бола берсін, айта салшы, қызық боп тұр. Мүжелләді. Бұрынғы жүрген қызыңда ғой. Фарида, ол өткен іс. Ол қазір балалы шағалы әйел. Қойшы Құдай үшін. Керісінше өзің қойсаңшы. Бүкіл Стамбулда басқа тігінші қалмап па? Неге Мүжеллаға бердің? Фарида, дәл қазір саған не айтарымды білмей тұрмын. Рас айтам. Мен мүлде олай ойламаппын. Егер апамның тігіншісіне берсем, тосын сый болмай қалар еді. Әтең мата саудалайтын кәсіпкер. Сұрасаң, басқа тігінші тауып берер еді ғой. Фарида, ойыма келмепті. Негізгі мәселе не айтайын ба, Кемран? Айналадағы қыздардың бәрінің сенмен бір хикаясы бар. Енді жас болдық, мас болдық дегендей. Сонда өз-өзіңді қорғап отырмысың? Фарида, мен бойдағы жігітпін. Әрине қыздармен араласам, бұл қалыпты жағдай. Бірақ оның бәрі өткеннің еншісінде қалды. Қазір маңыздысы сен және мен. Болашағымыз, бұдан кейінгі өміріміз. Оларды сағынасың ба? Кейбіреулерінің көп еңбегі сіңді. Оларды мүлде ұмыттым десем өтірік болады. Сұмырай, қызғымар. Келе ғой, келе. Қызғаншақ жарым мен. Қалжың ғой. Соншама не ет? Нен айтасың? Қандай еңбектері сіңді? Фарида, қалжыңдадым дедім ғой. Мәссаған. Мұндай жауапсыз, салдыр салақ жандарды көрсем көзім шықсын. Қайырлы таң, тәтешім. Қайырлы таң, қызым. Мұналар әлі келмепті. Қазір келіп қалар, тәтешім, еш алаң болма. Ой, Аллай, бұлар сені де өздеріне ұқсатып тынды. Бүгін екеуінің атастыру рәсімін өткіземіз. Бүгін? Сонда қашан келеді? Бұл шаруа қалай бітеді? Алма піс аузыма түстеп жүрмекен өздері? Бұл не деген бейғамдық, не еткен жауапсыздық? Кешеден бері ас дайындап, бақлава тәтті-мәтті жасап, Бәсиманың қу жаны қалды. Белім сыздап барады. Ай, белім. Сау тамтығым қалған жоқ. Балтырым бастырмай тұр. Кімнің жаны ашиды? Басқаларға бәрібір ойламайды. Hadi gelin ama. Қайда жүрсіңдер, келсеңдер шенді.
Қайырлы таң. Қайырлы таң. Құстардың сайрағанын естідің бе? Дауыстары сондай әдемі. Қанына тартты деген осы да. Қане жүр, кеттік. Қане? Кемран. Фарида. Фарида, ақырын. Қайда барасың? Жығыласың. Жығылсам ұстап ал. Осыдан ұстап алсам жібермеймін. Не, мені қорқытып тұрмысың? Өзіңнен қалай қабылдағаныңа байланысты. Сәл алысырақ тұратын болсаң айтам. Жарайды. Айтсам болды. Әдейі істейсің ғой, я? Нені? Мынаны. Достарым күтіп қалды. Фарида. Фарида. Абайлаш, құлайсың. Уф. Фарида, құлайсың деп қанша мәрет айттым. Мұна түріңе қараш. Не болды? Сен айтсаң құламайтын бедім? Бір жеріңді жараласаң не болар еді? Бикешіміз ағашқа өрмелемесі бас ауырады. Не істеуің керек еді? Байғұс балапан ұясынан құлап мертігіп қапты. Тастай салуың керек бет? Таста мен алайын. Жібер. Ай. Жақында. Болды. Өзім қатырам. Қане кел. Тез кетуіміз керек, әйтпесе өз тойымызға кешігіп қаламыз, Фарида. Мақұл. Мынау қалай кетуші еді? Фарида. Сен бар ғой. Қане төрлетіңіздер. Танысып қойыңыздар, кәсіпкер Әбдіразақ мырза. Әдебиет мұғалімі Уәли мырза. Ал мына кісі Шүкір мырза, серіктесім. Лазар мырза, ауруханамыздың дәрігері. Сонымен қатар ұлымның ұстазы. Ал, жайғасыңыздар. Бұйырса, сендерге де жұғысты болсын. Отыз 8-22. Қатып қалдық қой, қаттық. Өсіп қалдым. Қатты тоңдың ба? Сырт киіміңді шеш. Өсіп қалдым. Өлмейтін шығармын. Өлген несі? Олай құтылмайсың. Ешқайда да кетпейсің. Сен әлі менің балаларымды дүниеге келуің керек.
үшін. Фарида, қайталап айтам. Өтірік айтқанына көзім жеткенде қасына бір адамда жақындаған жоқпын. Дереу шығып үйге қайттым. Фарида. Не болды? Фарида. Маған жақындаушы болма. Фарида. Әй, ақымақ басым-ай. Фарида, мен саған дауыстағанда бұрылып қарайтын бол. Жақындама маған. Фарида. Фарида. Мені тыңдап анығына көз жеткізбей жатып безіп кету соншалықты оңай ма? Өзіңменен теріс айналуға сылтау таппай жүргендейсің. Кімнің кімнен теріс айналғаны белгілі ғой. Фарида, Нариман екеуміздің арамызда ештеңе болған жоқ дедім ғой. Бізге зиян тиетінде ештеңе істеген жоқпын. Көрініп тұр. Бәрекелді. Шынымен де сондай ақылсың. Ақылды екенің сондай, мен ұстап алдым, жарайсың. Не болғанын түсіну үшін асқан ақылдың қажеті жоқ. Мен кеше түнде Наримандікінде болдың ба жоқ па деп жанымды жегідей жеп, Алладан тілеумен болдым. Бірдеңе болса маған бір белгі берсе екен деп жалындым. Бұл сандырақ қаланы араластырма. Әуелі сұрасаңшы, Фарида, не болғанын сұра. Бірақ қайдағы, сен сұрамайсың. Себебі намысың жібермейді. Сенің осы түкке тұрғысыз өрге өкіректігің мен тәкаппарлығыңнан шаршадым. Сонда екеуміздің таң атқанша сырласқанымыз бекер болды ма? Балалық шағымыз. Жас өспірім кезіміз. 15 жылдың естелігі зая кетті ме, Фарида? Сен мен дұрыс танымаған екенсің. Біліп қой, сені өте жақсы танығандықтан саған сенбеймін. Неге сенбейсің? Сенбейтіндей мен не істедім, Фарида? Саған қандай жамандық жасадым? Сонда мен сенің өзіңе су жұқпа суайт боп көрінем бе, Фарида? Нәпсі құмар боп көрінем бе, соншалықты арсыздың ба? Сен мені кім деп ойлайсың? Өзімдігім деп ойлайсың? Сен үшін мен кіммін? Бұдан бұлай, мен сен үшін ешкім демеспін. Жарың да, панаң да болар едім. Бірақ бұған өзің бөгет жасадың. Жұртқанда жолың болсын. Енді бәрін анық көзім жетті, сен атастыру рәсіміне бармау үшін сылтау таппай жүр екенсің ғой. Міне, сыныққа сылтау табылды. Бар,
Кеткенімді қалайсың ба? Кет! Таңертең газет оқыдың ба, достым? Жас түріктер туралы ма? Жұмыстарын тоқтатыпты. Елде жағдай мәз емес. Артының қайырын берсін, не дейміз? Қалай, Фариданың сабағы жақсы ма, ұстазы? Фарида өте ерекше шәкіртіміз. Ешкім естімесін, 2 күнде 3 емтихан тапсырды. Келініңіз болуға асығып жүр. Айтқаныңыз келсін. Сәлем. Сәлем. Мари деген сен екенсің ғой? Иә, не боп қалды? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Фарида сен туралы айтқан. Араларыңда жайсыз жағдай болған екен. Иә, сондай бір жағдай болған рас. Бірақ мен солай болсын деп әдейі істегем жоқ. Онда себепші болмауым керек еді. Бопты, мен үйдегілерге көмектесейін. Рұқсат етіңіздер. Үшкен. Әлгілер келмеді ғой. Қайдан білейін, тәте? Шынымды айтсам, өзімнің де мазам кете бастады. Қайда жүр? Жүмәл неме басқаным арттарынан жіберсе қайтеді. Қайда екендерін білсем, арттарынан өзім ақпарат нем. Рас айтам, қайда екендерін білмеймін. Мен тек Кемранның өтінішін орындадым, болды. Кемранның тілегін орындаған түрін жетістірдің. Екеуі ұрысып қалам екен. Әбден мүмкін. Бейғамын қарай көр. Жоға, бейғамдықтан емес, тәте. Олар сондай ғой, ренжіскендер де, татуласқандар да тез. Сон айтам, сөйлеме мүжген, үндеме. Онсыз да жаным мұрнымның ұшында тұр. Сендердің мүңгірлегендеріңді көтерер шамам жоқ. Балалар болса егеді. Қош келдіңіздер. Беріңіз. Қош келдіңіз, Сафия ханым. Қош көрдік. Қуаныш құтты болсын. Кешігіп қалған жоқпыз байтеуір. Басталған жоқ әлі, төрлетіңіз.